Бір жыл бұрын өмірімнің осылай өзгеретінін білмедім. 10 сыныптың қыс мезгілінде өзімнің болашақта оқитын жоғарғы оқу орны жайлы ойлана бастадым. Мен кішкентай кезімнен шетелдің мәдениетіне, шетелдің тіліне, олардың сериалдарына қызыққандықтан жоғарғы оқу орнын шетелде оқығым келді. Сол қыс айларында Альфа Академия біздің мектепке келіп, өздерін таныстырды, өздері жайлы айтты, және олардың оқушыларының жеткен жетістіктері жайлы, және де қысқаша презентация көрсетті. Презентация маған ұнады, сөйтіп мен осы академияның менеджерімен хабарластым. Олар маған тез жауап берді, сол күні жауап берді. Сосын өздеріне офисқа шақырды. Маған олардың тез жауап беруі, олардың жұмыс істеуі бәрі ұнады. Ең басында бізде Альфа Академиясы өзінің оқушыларын қатты қадағалады. Олардың үлгерімін, олардың сабаққа келуін бәрін қатты қадағалады. Басында мен кішкене үлгермедім, және де өзім ондайға дайын болған жоқ едім. Кішкене еріншектеу, ерке болдым. Сосын академияға келіп, жаңағы қатты қадағалаудың үстінде көптеген жұмыстар істедік. Біз ең алдымен IELTS-ға дайындалдық. Сосын менің ағылшын деңгейім жетпегендіктен біз тағы ағылшын курстарына бардық. Осы дайындық барысында мені әртүрлі ойын-сауық кештеріне, әр жерге қыдырайық деп шақырған достарым көп болды. Олар өздерінің көп уақытын ойын-сауыққа, болмайтын жаңа керек емес заттарға жіберді. Ал мен болсам ол уақытта академиямен бірге азынан кешке дейін академияда сабақ оқумен өткіздім. Альфа Академиясы тек қана білім жағынан ғана емес, жалпы өзімнің жеке тұлға ретінде дамуыма да көп әсерін тигізді. Мысалға, біздің академиядағы осы Advanced програмдағы оқушылармен жақсы тіл табысып кеттім. Олармен қазір бір тұтас отбасыдаймыз, және қарым-қатынасымыз өте жақсы. Сонымен қатар Альфа Академиясы бізді көптеген волонтерлық жұмыстарға шақырды. Олардың бірі тілдер саябағы. Осы жазды күні көк шөптің үстінде отырып, әртүрлі жастағы адамдарға ағылшын немесе басқа шет тілдерін үйреттік. Жалпы мен өзім 9-11 жас аралығындағы балаларға ағылшын тілін үйреттім. Осы жаз бойы істеген ісімнің бәрі маған қатты ұнады. Және де осы волонтерлық жұмыс өмірімдегі ең маңызды бір тәжірибелердің бірі болды. Осындай волонтерлық жұмыстар шетелге түсуде өте маңызды рөл атқарады. Себебі шетелдік университеттер сіздердің бос уақытыңызда немен айналысатындарыңызды, және де қоғамда қандай рөл атқаратындарыңызды білгісі келеді. Және осы Альфа Академияның арқасында мен бір бизнес клубтың лидерімін. Менің жалпы мамандығым осы бизнеске байланысты болғандықтан, мен осы бизнес клубымен айналысам деп шештім. 2019 жылғы оқу жылы басталды. Алғашқы қоңырау болды. Менің барлық сыныптастарым, таныстарым ұлттық бірыңғай тестке дайындала бастады. Ал мен Альфа Академиямен бірге жоғарғы оқу орнын таңдап, шетелге түсу процесін бастадым. Біз академиямен бірге университеттер іздей бастадық, және де маған өзіме қатты ұнаған университет Нью-Йорк университеті болды. Сол университетке ерте дедлайнға документ жіберуді бастадым. Жалпы шетелдік университетке документ жібергенде сізде екі дедлайн болады. Ерте және кейінгі дедлайн. Ерте дедлайнның кейінгіден айырмашылығы, ол жерде сіз документтеріңізді ертерек жібересіз, және де тек бір университетке ғана документ жібере аласыз. Менің өзім осы Нью-Йорк университетіне қатты түскім келгендіктен, осы университетті ерте дедлайнға таңдадым. Нью-Йорк университеті әлемдегі ең үздік университеттердің бірі болғандықтан, олардың талаптары да жоғары болды. Мысалы, IELTS 7.15 және де бірнеше эсселер, олардың ішінде жаңағы motivational letter, personal statement және recommendation letters. Міне соңғы бір күн қалған кезде мен өзімді жалпы қобалжып, қатты уайымдадым, мүмкін дедлайнға үлгермей қалармын деп. Бірақ осы Альфа Академиядағы достарымның арқасында дедлайнға 5 минут қалған кезде документтерімді жібердім. Және жібергеніме өте қуаныштымын. Арада 1,5 ай өтті, және де бір күні маған азанда жаңа хат келді. Ол хатты ашып қарасам, ол Нью-Йорк университетінен екен, және мен олардың талаптарына сай, және де олар мені қабылдайтыны туралы хат келді. Бірнеше
сағаттар бойы мен оны қайта-қайта оқып сенбедім. Себебі бұл ең үздік университеттердің біріне жатады. Және де ол университетке түсу өте қиын. Сосын бірнеше күн өткеннен кейін маған почтама сыйлық келді. Жаңағы сыйлықтың ішінде университет жайлы ақпарат және олардың мені қуана күтетіні жайлы хат келді. Мен ол сыйлықты алған кезде қатты қуандым. Бүкіл отбасыма көрсетіп, маған Америкадан сыйлық келді деп қатты қуанған болатын. Мені осындай жетістіктерге жеткізген Альфа академиясына көп алғысымды білдіремін. Олармен бірге өзімнің жарқын болашағыма қадам бастым. Барлықтарыңызды келе жатқан 2020 жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа табыс, бақыт, шаттық, отбасыларыңызға амандық және де ең бастысы денсаулық алып келсін. Ал болашақ түлектерге айтарым, өздеріңізге деген сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар, алдарыңызға мақсат қойыңыздар және де сол мақсатқа жетуге талпыныңыздар. Мен осы жылы Альфа академиямен бірге осындай жетістіктерге жеттім және де сол жетістіктерді сіздерге де тілеймін.